Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен біз бүгін қолөнер бағытының ең соңғы кезеңіндеміз. Яғни бүгін 4-ші кезең. Жалпы Қасиет, өзің білесің, соңғы кезеңде қатысушылардың бойында қорқыныш пен бір үміт сезімі қатар жүрген уақыт, солай емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Мен 4 бағыт бойы осы қатысушылармен бірге осында бір сайысқа түскен қатысушы ретінде өзім сезіндім. Яғни олар жеңіске жақындаған сайын талпыныстары үдей арту түсуде. Енді көп ұзамай, онда біз 4-ші кезеңді бастайық. Иә, өйткені бізге де жеңімпаз керек. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сайыстың шешуші кезеңінің тапсырмасы ұлдарға арналған қол сөмке жасау. Алдыңғы 3 кезең бойынша сайыскерлер былғарымен жұмыс жасауды біршама меңгерген болатын. Бұл кезеңде қатысушылар толықтай бір бұйымды жасап шығуға қажет. Құрметті көрермен, біз дәл қазір қолөнер бағыты бойынша соңына да келіп жеттік. Неге? Себебі дәл қазір шешуші сәт. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпардың кім екенін анықтайтын боламыз. Қасиет, қалай ойлайсың, бүгін жеңімпаз кім? Әсел, мен кімнің жеңімпаз екенін біліп тұрсам да, әттең мен ой қоса алмаймын. Менің қолымнан келетіні дайын бұйымды бүйтіп қорапшаға салу ғана. Иә, құрметті көрермен, біз қатысушыларымыздың жасаған бұйымдарын арнайы қорапшаларға салып, арнайы нөмірлер тағайындадық. Себебі әділқазы алқалары қай қатысушының бұйымын екенін білмеуі қажет. Яғни ол осы сайыста әділ бағасын беруге бірден-бір себеп. Ендеше ең мықтыны анықтайық. Қатысушылардың жұмысына қарап, бұл саланы айтарлықтай меңгергенін байқауға болады. Әрқайсысы өз бетінше жұмыс жасап жатыр. Тәлімгерге тек керек заттарды жеткізіп тұру ғана жеткілікті сияқты. Құрметті көрермен, сайысымыздың шешуші кезеңіне де келіп жеттік. Ең әуелі сайысымызға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болайық. Өңірге ғана емес, елімізге танымал қолөнерші Рысбаев Абайхан ағамыз. Киім дизайнері Мұсабекова Бибіхан ханым, және де бүгінгі біздің тәлімгеріміз Сүйінбай Жанболат ағамыз. Ендеше біздің алдымызда тұрған нөмірі 1-ші қорап, осымен танысыңыздар. Иә, құрметті көрермен, дәл қазір біз бағалау кезеңінде аяқтадық. Енді әділқазы алқалары бағалау барысында қандай бұйымға қалай баға бердік, неден аса мән берген туралы айтып өтсеңіздер. Абайхан аға, бірінші өзіңіз бастасаңыз. Иә, мынау біз баға беру кезінде кәдімгідей қиналдық. Өйткені 5 жұмыста бір-біріне өте жақын жұмыстар. Арасында бір шебердің, жаңа тәлімгердің ұстазының айтуымен істелінген жұмыстар да бар екен, өзіндік бір стиль қосам деп қосқандар да бар екен мынаның ішінде. Сол жұмыстарға мән бере отырып, сосын мына тігісіне, мынау ілген бауларына, мына нелеріне көңіл бөлдік. Соның орналасуы, қалай тігуі осы біздерді кішкене былай қызықтырды. Сонда да мына тәлімгердің жаңағы айтуымен, көрсетуімен болып жатыр ғой тірліктер. Сонда да арасында жаңағы көнбей өзіндік стильмен кеткендері бар екен арасында. Ол да бір жақсы қасиеттің бірі. Өйткені жаңағы шебер өзінің фантазиясын қосады бұраға. Сондай материалды пайдалану жөнінде де біраз қызықты жерлері бар екен. Құлақтарын ілген кезде біз нағылай қишық десек, ол тапсырма солай болған екен.
былай тігілсе салса да бір момент бір миллиметрдің өзі ойнап тұрған сықылды. Сондай бір қызықты жерлері бар екен енді. Осыған қарап баға бердік енді. Ал жалпы қатысушыларды қалай бағалайсыз барлығын жұмыстарына қарап? Енді келіп көріп кетіп жүрдік. Жұмыстары өзі еңбекқорлықтарымен көрініп жатыр. Талпыныстары өте жақсы. Өйткені енді мына шеберлікке келген кезде алдымен адамның талпынысы, осыған деген ынта қойы адамды алға жетелейді ғой. Осындай армандар, осындай конкурстар ұйымдастырғандарыңызға рахмет. Өте бұл жаңа жас шеберді алға сөйлеудің осындай өнер сайысында бір-бірімен таласу арқылы алға жылжиды. Өйткені конкуренция деген ол жақсы қасиет. Өйткені ол бірін-бірімен таласа отырып алға жылжиды. Осы салада ұйымдастырғандарыңызға рахмет. Өте тамаша. Әлі де бұл жігіттер әлі өздерін көрсетеді деп ойлаймын. Рахмет пікіріңізге. Бибіхан ханым. Так, бұл жерде жұмыстары мен бағалайтын болсам өте керемет деп айтам. Өйткені бұл бірінші рет жасап отқан жас шеберлердің қолынан шығып жатқан жұмыстары, бұйымдары өте керемет. Және бұл нәрсе барсопка деген бізде өте сұранысқа ие ғой қазір осы деген. Бұл осыны ары қарай көбейтіп жатса, кәнекей бұл қыз жастар осыны жұмысты жасап жатса өте жақсы нәрсе. Біз бұл жерде тігістеріне, мен өзім тігінші жаңағы дизайнер болғаннан кейін тігісіне, сосын кейін композициясына көбірек мән беріп отырдық. Ол жерде сол клейді сосын кейін қалай қолданғаны, соларына да мән бердік. Клейлерін сыртқа шығармай тіккендері де бар екен, ішінде сыртына шығарып қойғандары да бар екен, солысына қарай. Ұқыптылықтарына да мән бердіңіздер. Ұқыптылықтарына мән беріп, солай жасап, бағалап қойдық деп айтам. Ал енді осы қатысушыларымыздың жіті қасында бақылап, әр жұмысын жеке-жеке саралап, үйретіп жүрген Жанболат мырза, өз пікіріңізді. Мынау енді 2 күнде 5 қатысушыда шәкірт болып шықты ғой. Ағай деп жатыр, ұстаз деп жатыр. Енді бұл өмір бақи есінде қалатындай күн негізі біріншіден. Бірінші рет келіп, бірінші рет жаңағы Бұлғармен жұмыс істемеген бесеуі. Біреуінің мамандығы ағылшын тілінің маманы екен, біреуі жаңағы керамик, тағы біреу керамик, біреу ағаш, біреу анау повар екен, аспаз екен. Әртүрлі саладан енді керамик бар, ағаш бар, енді өнерге жақын ғой, сонда да Бұлғарыны қолдан көрмеген екен. Сол кеше бір қатысушы келіп, мен керамикадан қатсам, мен Бұлғарды тіге алмаймын, қайтам дейді, қой, бағын сына деп қатыстырдық. Енді қызықты өтті. Бесеуі кәдімгі ішінен шыққан өнімдері туынды ғой енді. Бір-біріне бөліп жармайсың. Бірақ енді бесеуінің жұмысы 5 түрлі. Жобаластарда бірақ енді ненің аты, жеңімпаздың аты жеңімпаз, біреуін жеңімпаз қылу керек. Енді кішкене жаңағы нелер бар, айырмашылықтар. Соған байланысты өз керекті балымызды бердік. Өздеріңіз берген әділ бағалармен біз жеңімпазды анықтадық. Бірақ нарада 5 қатысушының да өнерін біз өте жақсы деп бағалаймыз. Ендеше жеңімпаздың кім екенін анықтайтын боламыз. Сонымен құрметті көрермен, біз өзіміздің соңғы бағалау нәтижесінде келіп жеттік. Дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай біздің алдымызда сайысқа қатысқан 5 қатысушының дайын өнімі, сонымен қатар ең маңызды нәрсе сол қатысушылардың ұпай саны тұр. Жалпы Қасиет, мына жердегі ұпай сандарының парақшасы сенің ойыңша неге ұқсап тұр? Енді бұл қалай айтсам болады, бүкіл жастардың басынан өткен ұбт-да, университеттегі сессияда барлығы дәл осындай қағаз жауаппен шығады ғой. Бұл яғни бір ішті толықтатын сезім. Дұрыс айтасың. Бұл жерде де дәл қазір дәл осындай сезім болып тұр. Яғни қатысушыларымыздың нақты ұпай белгіленіп, жеңімпаз дәл алдымызда тұр. Ал енді біз сессияның жауабы шыққан кезде қатты қобалжимыз ғой, дәл сондай сәтте қазір туындап тұр. Жалпы қатысушылардың ұпай санын айтып өтейік. Бірінші қатысушы бізде 105 ұпайды жинады.
Ал екінші қатысушы 104 ұпай жинаған. Үшінші қатысушы 117. Ал төртінші нөмірлі қатысушы 99 ұпай жинаған. Ең соңғы қатысушы 92 балды иемденді. Я өздеріңіз де көріп тұрсыздар, бұл жерде үшінші қатысушы 117 балмен жеңімпаз атанған. Ал енді үшінші қатысушы кім? Қалай ойлайсың? Сенің ойыңша? Жалпы көрермендерге бірден айтпай, біз сәл өзіміз Енді қалыптасақ. бұл жерде әділ қазылардың берген әділ шешімі, біз тек қана олардың берген әділ бағасын хабарлап береміз. Сондықтан жеңімпазды хабарлайтын сәт келген сияқты дәл осы сәтте. Ендеше достар, біз жеңімпаздың кім екенін анықтаймыз. Жалпы 5 қатысушының арасынан оза шыққан және де 3-ші нөмірлі қатысушы 117 балдың иесі жеңімпаз Бекзат Ислам. Бекзат, сені шын жүректен жеңісіңмен құттықтаймыз. Жалпы құрметті достар, біздің осы қолөнер бағыты бойынша жарысымыз өз мәресіне жетті. Шынайы жеңімпазды біз шын жүректен құттықтаймыз. Амандықта болыңыздар.